Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының ою-өрнектері. Сабақтың мақсаты студенттерді ою-өрнектің түрлерімен, оны бүктеу, қию әдістері және орындау техникасымен таныстыру. Халқымыздың салт-дәстүрін түсіндіру, ұлттық өнерді дәріптеу. Ою-өрнектерді түсіндіру, үйрету арқылы эстетикалық талғамдары мен өнерге деген шеберлік, ынта қабілетін шыңдау. Ою-өрнек деген сөзіміз латын тілінен алынған орнамент деген ұғымды білдіреді. Мағынасы әсемдеу, сәндеу деген сөзінен шыққан. Ою бұйымға түсірілген өрнекті пышақпен кесу арқылы өңдеу, бұйымды шабу кезіндегі ойып өңдеу жұмыстары. Өрнек дегеніміз кез келген бұйымның сыртына түсірілген бір тұтас байланысты әшекей. Қазақ халқының ою-өрнекке деген ынтасы және сұлулыққа деген көзқарасы өте жақсы дамыған. Ою-өрнекті жан-жануардың дене мүшесінің бір бөліктеріне байланысты оюлар ойлап шығарған. Ай, күн, жұлдызға арналған көк әлемге байланысты ою-өрнектер және табиғатқа байланысты ою-өрнектер де көптеп саналады. Ою-өрнекті мағынасы бір-біріне жақын сөздер. Қазақтар көбінесе бір өрнекке салынып, қиып алынған үлгіге сай кескен сырмақтың қиығын, сондай-ақ мүйіз тектес ою-өрнекке қосылатын барлық қошқар мүйіз ою-өрнектерде ою деп атайды. Әсемдеудің кең таралған бір түрі жануарлар, өсімдіктер немесе геометриялық фигура элементтерімен үнемі ырғақты қайталанып келу десе болады. Халықтың қолөнері, соның ішінде ою-өрнек салу, қазақ жерінде өмір сүрген, ертедегі мал шаруашылығымен шұғылданған көшпелі рулар, сақтар, үйсіндер, ғұндар өнерінің негізінде қалыптасты. Ою-өрнек өнеріне тұрмыстық жабдықтар мен қатар аң аулауға, мал өсіруге және егіншілікке қажетті құрал жабдықтар да кіреді. Қазақ ою-өрнек атаулары халықтың мәдени, әлеуметтік өміріне байланысты өзгеріп отырады. Қазақ халқының қол өнерінде ою-өрнек салмай жасаған бұйымдарды көре алмайсың. Оларды киіз басудың өзінде, киіздің үстіне басқа түсті жүн жабыстыру арқылы басқан. Кесте өнеріндегі текемет, аяққап, қоржын сияқты бұйымдарды кестелеудің өзінде де ою-өрнек қолданамыз. Ою-өрнек салып жасалған бұйымдар көздің жауын алады. Өте әдемі көрінеді. Өткен ғасырдағы қазақ халқының өнерін зерттеуші ғалымдар қазақ өрнек әлемінде өмір сүретін тәрізді. Олар да қоршаған орта ерекше әшекей ою-өрнек әлемімен жырлаған. Үй мүлкі, ыдыс-аяқ, қару-жарақ, киім-кешек көпке сүйікті ою-өрнекпен көмкерілген деп айрықша атап көрсеткен. Ғалымдар әзірше ою-өрнектің 230-дай түрін анықтап отыр. Ою-өрнектің түрлері: жануарлар тектес ою-өрнек, өсімдік тектес ою-өрнек, геометриялық фигуралар тектес ою-өрнектер және ғарыш әлеміне байланысты ою-өрнектер. Жануарлар тектес ою-өрнектер ол қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз қазақ оюының ең көне түрі. Сырмақ
текемет, алаша, кілем, киіз, былғары, сүйек, ағаш, зергерлік бұйымдарының бәрінде кездеседі. Сыңар мүйіз кең тараған ою-өрнек үлгісінің бірі. Қошқар мүйіздің тек бір жақ сыңарын ғана бейнелейді. Сырмақ, текемет, киім-кешектердің жиегіне жасалады. Өсімдік тектес ою-өрнектер. Ол гүл, жауқазын, барлық гүлдің бір беткей бейнесін бейнелейтін өрнек. Көбелек, қанатын еркін жайып, көсіле ұшқан гүлді көбелектің үлгісіндегі өрнек. Шай дорбаға, аяқ қаптарға тігіледі. Түйе табан, түйенің басқан ізіндегі қос табан сияқты дөңгеленіп келетін S әрпі тәрізді күрделі өрнек. Табақша өрнек деп те аталады. Түйе өркеш, түйенің қос өркешіне ұқсайтын өрнек. Әшекеленетін заттардың жиектеріне көбірек жасалады. Қос қанатты, құстың қос қанатын кең жайып ұшқан бейнесіне ұқсайтын өрнек. Ғарыш әлеміне байланысты ою-өрнектер бұл космогониялық ою-өрнектер. Жұлдыз аспандағы жыпырлаған жұлдыздардың натуралы қалпын бейнелейтін және 5 жұлдыздың бейнесіне ұқсайтын өрнек. Шеңбер, айшық, төртұшқы, шимай. Аламыш жарыса жасалған түрлі түсті жолақтардан құралатын ою-өрнек. Бұл өрнек ши орауда, серме бауларда, кілем, алаша, түскиіз, сандық өрнектерінде кездеседі. Баған өрнек қора төбесінің арқалығын астынан тіреп тұратын діңгек ағашқа ұқсап жасалған. Бұл өрнек кебежелердің аяқтарында, қырларында, айна қойғыштың шетінде, адалбақаның бойында және текеметтің орта тұсында кездеседі. Бөрі көз, бөрінің көзін, қасқырдың басын, құлағын, сондай-ақ бөрі құлақ деп аталатын жапырақты бейнелейтін ою-өрнек. Бұл өрнек кілем, алаша, сүйек өрнектерінде кездеседі. Жылан бас, балалардың тақиясына көз тимесін деген ырыммен салынатын жыланның бас сүйегіне ұқсас ою-өрнек. Бұл ою-өрнек жыланның бейнесін тұспалдап тұрады. Қаз табан, Маңғыстаудағы құлпытастарды өрнектеуде көп қолданылған. Қаздың табанын тұспалдаған күрделі элементтерінен тұратын ою. Қаздың басы, мойны анық байқалып тұрады. Қос алқа, әшекейлі тізілген мойынға салатын моншаққа ұқсас болып келетін ою. Қазақ оюларының ішіндегі ең көп тараған оюдың түрі. Ою-өрнек алқаның, сырғаның, жүзіктің көзіне салынып, көбінесе зергілік бұйымдарда қолданылады. Қошқар мүйіз, қойдың төбесі мен екі жаққа ерле түскен мүйіз бейнесінде келіп, шолақ мүйіз тәрізді екі буын шығып тұратын ою. Текемет, сырмақ, басқұр, алаша, кілем, былғары, сүйек, ағаш, зергерлік бұйымдардың барлық түрлерінде кездеседі. Қос қанат, мүйіз оюмен бейнеленген құстың қанаты тәріздес ою-өрнек. Ал бұйымдарда көп қолданылатын бұл ою қанатын жайып ұшып келе жатқан құсты тұспалдайды. Құс тұмсық, құстың тұмсығын тұспалдаудан туған өрнек. Ою-өрнекті қиғанда ортасындағы сықтың ұшының басы құстың тұмсығына ұқсас қиылады. Құс бейнесі халық түсінігінде азаттықтың белгісі. Өркеш, түйенің қос өркешін бейнелейтін ою. Сырмақ, текемет, тұскиіз, кебеже, кілемдерге салынатын ою-өрнек композициясында көбірек кездесетін элемент. Су өрнегі екі қатар сызық аралығында ирек сызық арқылы дөңгелек немесе төртбұрыш бейнелерді жасайтын ою. Бұл ою-өрнекті бес саусақ, кейде бескүл деп те атайды. Сынық мүйіз морт сынған тік төртбұрыш жасап, төрт рет ішке қарай иілетін ою. Бұл ою-өрнек кілемдерді, шилерді, басқұр мен алашаларды, сондай-ақ әртүрлі қалталарды безендіру үшін пайдаланылады.
Шет ою шексіздікке ұластыра жасалған ою ретінде белгілі ою-өрнек. Оюдың бір элементі шексіз қайталана береді. Есіктің жақтауына текемет, сырмақ, кебеже, киім-кешек, ыдыс-аяқтың жиегіне салынады. Шыны гүлді тұспалдап тұратын ою-өрнек. Бұл өрнек мүйізге, жапыраққа ұқсас элементтерден құралған. Екі мүйіздің қайырылған екі ұшына жапырақ қондырылған. Сол жапырақтар бірнеше рет сатыланып қайталанып отырады. Шытырман көп жапырақты өсімдік пен көп тармақты мүйіз және тағы басқа бейнелер аралас келетін күрделі өрнек. Мұндай өрнектер заттардың бетіне көп тармақ болып жасалады. Ал қазір мен сіздерге қағаздан ою-өрнектердің жасалу жолдарын көрсетемін. Тақырыбымызға байланысты мынандай сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, қандай ою-өрнек түрлерін білесіздер? Кім жауап береді? Түріне жатқызады екенбіз. Бізде осы жұлдыз оюы аспандағы жыпырлаған жұлдыздардың натурал қалпын бейнелейтін өрнек түрі болып келеді екен. Рахмет. Студенттер бүгін жақсы мәлімет алған сияқтысыңдар. Тақырыпты жақсы түсініпсіңдер. Киімде, ұлттық киімдерде қандай ою-өрнектер қолданылады? Кім айтады? Кілемде және де киім түрлерінде бізде сыңар мүйіз ою түрі қолданылады екен. Ол бізде қазақ халқында кең тараған ою түрі. Кім айтады? Композиция дегеніміз не? Композиция дегеніміз латын тілінен аударғанда құрастыру, яғни шығарма деген мағынаны білдіреді, және көркем туындыларының құрамдас бөлігі. Ол жалпы мақсатқа бағындырылған мақсатты көркем құрылым ретінде есептелінеді. Сабағымызды Блум таксономиясы арқылы қорытындылаймыз. Енді сіздерге үйге тапсырма. Бірінші, Мадина Өмірбекованың оқулығы ою-өрнектің қолданылуы, Алматы баспасы 2002-81 бет. Екінші, Хамит Арғынбаевтың қазақ халқының қолөнері, Алматы 2000 жылғы 128 бет. Үшінші, әртүрлі ою-өрнектерді пайдаланып, түрлі түсті қағаздан, фетрдан композиция құрастыру. Төртінші, 3w.қолөнер.kz сайтына кіріп, мәліметтер жинақтау. Осы ою қазақ халқының қолөнеріне байланысты.